көрермендер, Атырау облысының өңірлік коммуникациялар қызметі алаңындағы онлайн баспасөз маслихатын бастаймыз. Бүгін алаңымызда 2020 жылғы маусым айында өткізілетін ұбт және кешенді тестілеу туралы мәліметтер жөнінде сөз етілетін болады. Спикермен таныс болыңыздар. Ұлттық тестілеу орталығы Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің филиал басшысы Дүйсекенова Айнагүл Байғаненқызы. Алаңымызға қош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар, құрметті ата-аналар, құрметті талапкерлер. Өздеріңізге белгілі 2020 жылдың 20 сәуірі мен 10 мамыр аралығында биылғы жылғы маусым айында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініш қабылдау басталған болатын. Осыған дейінгі кездесуімізде біз өтініштің басталғандығын айтқан болатынбыз. Және де биылғы жылғы ұлттық бірыңғай тестілеу форматындағы ерекшелік ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысу, өтініш беру онлайн форматта өтіп жатыр. Қазіргі таңда Атырау облысы бойынша 8 ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пунктінде онлайн форматта 4044 түлек өзінің өтінішін беріп ұлттық бірыңғай тестілеуге өз еркімен қатысуға ниет білдіріп отыр. Атырау облысы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу 8 пунктте өткізіледі. Бұл аудан орталығындағы 7 пункт, мектептер базасында орналасқан ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттері және Атырау қаласында Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің базасында ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункті орналасқан. Карантин жағдайында биылғы жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуді онлайн форматта қабылдау туралы шешім бұл өте ыңғайлы болды. Өйткені талапкерлеріміз үйден шықпай-ақ өздерінің мобильдік приложениялары арқылы ұлттық бірыңғай тестілеуге өздерінің өтініштерін беріп тіркеген болатын. Айта кететін жағдай, оқушыларымыз әсіресе 11 сынып түлектері басым көпшілігі кәмелеттік жасқа толмағандықтан онлайн тіркеуде ата-аналардың рұқсаты қажет болған болатын. Программа сол талап етеді ата-ананың рұқсатын. Сондықтан да біздің Атырау облысының түлектері және ата-аналарына біздің айтар алғысымыз шексіз. Өйткені жаңа форматты тез игеріп, ата-аналарымен бірге ата-аналардың рұқсатымен балдар өздерінің өтінішін тіркеді. Халил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің базасына тіркелген 60-қа жуық мектептен 1936 өтініш, Құлсары қаласы, яғни Жылой ауданы бойынша 643 өтініш, Махамбет ауданы бойынша 206, Махат ауданы бойынша 219, Құрманғазы ауданы бойынша 343, Қызылқоға ауданы бойынша 300, Индербор ауданы бойынша 205 және Исатай ауданынан 192 талапкер, яғни биылғы жылғы мектеп бітіруші түлектердің 79% қазіргі таңда өздерінің ұлттық бірыңғай тестілеуге өтінішін тіркеп үлгерді. Дегенмен де біздерде ата-анасының құжатында мәселе болып тұрған, немесе ата-анасының құжатының уақыт мерзімі асып кеткен, кәмелеттік жасқа мүлдем толып жеке бас куәлігін алмаған және интернет желісі жоқ, мүлдем байланысқа шыға алмайтын елді мекендерде орналасқан оқушыларды қазіргі таңда біз дәстүрлі әдіспен, яғни өтініштерін өзіміз базаға енгізу арқылы қабылдауды жоспарлап ұлттық тестілеу орталығынан рұқсат алып отырмыз. Бұл оқушының санын 200-ге жуық құрайды. Өздеріңіз білесіздер, ұлттық бірыңғай тестілеу қазіргі кезде жылына 4 рет өткізіледі. Бұл қаңтар айында, наурыз айында, маусым және тамыз айында. Қаңтар, наурыз және тамыз айында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысымен мектеп бітіруші түлектер жоғарғы оқу орнына ақылы негізде оқуға түсуге мүмкіндік ала алады. Енді егерде талапкер, мектеп бітіруші түлек өзі мемлекеттік грантқа, яғни мемлекеттік гранттың конкурсына қатысуға ниет білдірсе, немесе жергілікті атқарушы органдар бөлетін грантқа қатысқысы келетін болса, бұл талапкерлер міндетті түрде маусым айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуы керек. Қаңтар айындағы ұлттық бірыңғай тестілеу республика бойынша өткізілді. Атырау облысы бойынша 80-ге жуық біздің мектеп бітіруші түлектеріміз осы тестілеуге қатысқан болатын. Одан кейін наурыз айында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініш қабылданды. Облысымыздың 86%-ға жуық түлектері осы наурыз айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініштерін берген болатын. Бірақ енді елдегі жағдайға байланысты наурыз айында өткізілетін ұлттық бірыңғай тестілеуді кейінге қалдырылған болатын. Егер енді осы карантин аяқталып қалыпты жұмысқа көшкеннен кейін ең алдымен осы наурыз айында жоспарланған ұлттық бірыңғай тестілеу өткізіледі. Одан кейін қазіргі таңда біз 10 мамырға дейін өтініш қабылдап жатқан ұлттық бірыңғай тестілеуді жоспарлап отырмыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу үшін
барлық ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттерінде арнайы аудиториялық қор жасақталады. Ұлттық бірыңғай тестілеудің ережесіне сәйкес барлық аудиториялық қорлар арнайы техникалық құралдармен, яғни телефон тұншықтыру құралдары, бейне бақылау камералары, салқындату жүйелері сияқты барлық техникамен қамтамасыз етіледі. Бүгінгі таңда Атырау облысы бойынша кейбір пункттерде осы техникалық құралдардың жаңартылу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және де ұлттық бірыңғай тестілеу өткізілу кезінде тестілеу онлайн форматта, яғни онлайн жүйесі арқылы қосылып, ата-аналар өздерінің балаларының тестілеу барысын қадағалай алады. Арнайы сілтеме шығарылып, оны біз мектептерге тарататын боламыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу үшін жергілікті мемлекеттік комиссиядан бөлек министрлік өкілдері қатысады. Сонымен қатар биылғы жылдан бастап ережеге арнайы мониторингтік топ өкілдерін қатыстыру, тағы да басқа құзыретті органдардан бұйрыққа сәйкес өкілдер қатысып, ұлттық бірыңғай тестілеудің өз дәрежесінде өткізілуін және талапқа сай, ережеге сай өткізілуін қадағалайтын болады. Қазіргі таңда ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу пункттерінде алдымыздағы науқанда өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни аудиториялық қорлардың санитарлық гигиеналық талаптарға сай болуы қадағаланып жатыр. Жаңа техникалық құрал жабдықтардың жұмыс жасау жағдайлары тексеріліп жатыр. Сондықтан да біз алдағы уақытта ұлттық бірыңғай тестілеу өткізген жағдайда да оқушыларымыздың қауіпсіздігі, яғни тестілеу барысында оқушыларға барлық жағдай жасалуын қадағалаймыз. Сол бойынша қазіргі таңда бірнеше қатарлы жұмыстар жүргізіліп жатқан болатын. Ұлттық бірыңғай тестілеу ережесі бойынша біздің оқушыларымыз қазіргі таңда оқу жылының басынан бастап ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Ұлттық бірыңғай тестілеудің өзіндік форматында аса айтарлықтай өзгеріс жоқ. Сол бұрынғыдай 3 пәнді міндетті түрде тапсырады. Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық деген 3 пән міндетті пән, және 2 таңдау пәні бұл талапкердің өзінің таңдап отырған білім бағдарламасы, яғни мамандығына байланысты. Қазіргі таңда біздің талапкерлеріміз өздерінің қай пән тапсыратындығын түгелдей дерлік ақпараттандырылған. Егер енді талапкер шығармашылық мамандыққа баратын болса, бізде кейбір шығармашылық мамандықтар бар. Соны таңдап отырған оқушылар бұл ұлттық бірыңғай тестілеудің кезінде 2 пәнді тапсырады. Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы. Қалған емтихандарын, яғни шығармашылық қабілетті анықтауға арналған анықтауға арналған емтиханды өзінің жоғарғы оқу орнына барып шығармашылық емтихан күйінде тапсырады. Шығармашылық емтихандардың нормативтерін, яғни тапсыру түрін жоғарғы оқу орындары талапқа ережеге сай бекітіп, соны алдын ала құжат тапсыру кезінде талапкерді кеңес беріп, консультация беріп, қандай форматта өтетіндігін таныстыратын болады. Барлық сұрақтың саны 120-ны құрайды, бірақ максималды балл 140 балға дейін жинай алады. Өйткені тест тапсырмаларының ішінде бірнеше дұрыс жауаптар бар, яғни бейіндік пәні бойынша бірнеше дұрыс жауаптар бар, тест тапсырмалары болады. Енді өздеріңізге белгілі, қазіргі кезде ұлттық бірыңғай тестілеудің форматы да, тапсырмалары да біздің жылдан жылға жақсартылып, жаңартылып отыр. Сапасы жағынан да өте дұрыс құрастырылады. Біздің оқушыларымыз біледі, тестілеу өткеннен кейін ертеңгі күні апелляция өтеді. Егер оқушының осы сұрақ мазмұнына байланысты тағы да тестілеу барысында сұрағы туындаса, апелляциялық комиссия келіп, жаңа сұрағын қарастыруына әбден мүмкіндігі бар. Енді мынау биылғы жылғы мектеп бітіруші түлектеріміз үшін енді сынақ болғанмен де, енді қазіргі таңда Білім және ғылым министрлігі бір оң шешім қабылдады, яғни мынау оқушыларды мемлекеттік емтиханнан босату жөнінде. Бұл деген сөз біздің 11-ші сынып түлектерімізге мына ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалуына тағы да қосымша уақыттар бар. Өйткені мемлекеттік емтиханның өзі де бірталай дайындықты талап етеді. Ал қазіргі таңда біздің оқушыларымыздың алдында тұрған ең негізгі тапсырма бұл ұлттық бірыңғай тестілеу. Ұлттық бірыңғай тестілеудің тапсырмалары ол бір жылдың немесе бір тоқсанның мәселесі емес. Бұл мектеп бітіруші түлектің өзінің мектеп қабырғасына аттағаннан бастап алған білімін қорытындылайтын емтихан. Бұл тек жоғарғы оқу орнына түсу үшін арналған, вступительный экзаменде түсуге арналған. Сондықтан да біздің оқушыларымызға ұлттық тестілеу орталығы 70-тен астам тегін онлайн тест сілтемесін берген болатын. Біздер барлық мектептерге тараттық. Осындай форматта немесе тағы да басқа да
мектептер арқылы, репетиторлар арқылы оқушылар қазіргі таңда дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондықтан да егер дайындық бір жолға дұрыс қойылатын болса, мен ойлаймын оқушылардың нәтижесі де оң болады. Өйткені Атырау облысы бойынша мынау қанша рет тестілеу өткізілсе де, қаңтар айында да, наурыз айында да, мына маусым айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуге барайын деп отырған оқушылардың саны өте көп. Ата-аналардың өздері де қызығушылық танытып отыр. Бұл олардың шектік балды жинай алмағаннан қайта-қайта қатысуы емес, бұл оқушылардың основной негізгі өткізілетін маусым айындағы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындығы деп біз түсінеміз. Өйткені бірнеше рет барып, жаңа тестілеудің аудиториялардағы жаңағы жағдайды адаптация жасап, өздерін психологиялық дайындауға қайта-қайта тестілеуге барғанның ешқандай артықшылығы жоқ деп ойлаймыз. Сондықтан да біз алдағы өтетін маусым айында ұлттық бірыңғай тестілеуге, әсіресе 11-ші сынып түлектері, соның ішінде өте сабақ үлгерімі өте жақсы алтын белгі иегерлері, халықаралық әртүрлі жоба байқауларының жүлдегерлері, әртүрлі басқа да олимпиада жүлдегерлеріне өте жоғары нәтиже көрсетіп, басқа оқушыларымызға да жақсы нәтиже көрсетіп, біздің мемлекеттік грантымыздың иегерлері атануына біз шын жүректен тілектеспіз. Қазіргі таңда тіркеле алмай жатырған, немесе құжаттарында мәселе болып жатырған ата-аналармен, балдармен біз тығыз байланыстамыз. Әр оқушыны программалық қамтамасыз етуде, қалай тіркелу керегін жөнінде консультация беріп, біздің мамандарымыз өздеріне жүктелген міндетті атқаруда. Сондықтан да 10 мамырға дейін Атырау облысы бойынша барлық түлектердің өз еріктерімен қатысуға өтініш білдірген түлектерді біз өтініштерін қабылдап, ары қарай сол өтініштің рәсімделуін біз қадағалайтын боламыз. Ертеңгі күні карантин аяқталғаннан кейін рұқсаттама қағаздар шыққан кезде біз міндетті түрде хабарлап айтамыз. Наурыз айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуге өтініш қабылдау өткізілді. Қазіргі таңда тек бұл наурыз айында ұлттық бірыңғай тестілеу тек рұқсаттама қағаздарын шығарып, тестілеуді ары қарай өткіземіз. Енді ұлттық бірыңғай тестілеу бойынша биылғы жылғы біз мектеп бітіруші түлектермен де, мектеппен де, облыстық білім басқармасымен де тығыз байланыстамыз. Әрқашанда ақпарат уақытылы жеткізіп отырамыз. Енді бүгінгі айтайын деп отырған екінші мәселем бұл біздің кешенді тестілеу. Ұлттық бірыңғай тестілеуге биылғы жылғы түлектермен өтініш қабылдаумен қатар параллельно қазіргі таңда бұрынғы жылғы мектеп бітіруші түлектер, шетелге оқуға кетіп қалған біздің талапкерлеріміз, Қазақстанның азаматтары, және биылғы жылғы бұрынғы жылдардағы колледж бітірген түлектерден де кешенді тестілеу мен ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға өтініш қатар жүргізіліп жатыр. Біз енді оны бірнеше мәрте әртүрлі әлеуметтік желілерде, ақпараттық бұқаралық құралдарға барымызша жеткізіп жатырмыз. Бірақ дегенмен де кейбір талапкерлеріміз естімей қалуы мүмкін. Сондықтан да қазіргі таңда әлі де 10 мамырға дейін кешенді тестілеу мен бұрынғы жылғы мектеп бітіруші түлектерге, колледж түлектеріне ұлттық бірыңғай тестілеуге құжат қабылдау жүріп жатыр. Енді колледж түлектері орта кәсіптік білім беру ұйымдарының түлектеріне қатысу ерекшелігін айтып өтейік. Яғни биылғы жылы былтырғы жылдан бастап өздеріңіз білесіздер, өзгеріс енгізілді. Ұлттық бірыңғай тестілеу мен кешенді тестілеуге колледж түлегі мынандай жағдайда барады. Егер колледж бітіруші түлек өзінің бітірген мамандығы бойынша қысқартылған оқыту нысанында мемлекеттік гранттың конкурсына қатысқысы келетін болса, онда ол кешенді тестілеуге өтінішін береді. Немесе бұрынғы жылғы мектеп бітіруші түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуге бару үшін де осы онлайн режимде өзінің өтінішін бере алады. Сонымен қатар үшінші жағдай, яғни колледж бітіруші түлек өзінің мамандығын жалғастырғысы келмей, басқа білім бағдарламасын таңдайтын болса, ақылы негізге де бару үшін және грантқа да бару үшін міндетті түрде 5 пәннен ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, жаңа оқу жылын кәдімгі 4 жыл толық оқыту нысанымен оқитын болады. Біздер енді қазірде биылғы жылғы түлектермен, колледж түлектермен жұмыстанып жатырмыз. Ал егер колледж бітіруші түлек өзінің мамандығын ақылы негізде күндізгі немесе қашықтықтан оқыту нысаны бойынша оқитын болса, платной основе, на платной основе, ол түлек кешенді тестілеуге қатыспауына болады. Ол тек қана жоғарғы оқу орнына дипломын алғаннан кейін барып, әңгімелесуден өтіп, яғни собеседованиеден өтеді де, ары қарай құжатын рәсімдеп, келісімшарт арқылы оқуға қабылданады. Кешенді тестілеудің ерекшелігі, колледж бітіруші түлектер кешенді тестілеуді өздерінің колледжде оқыған 2 пәні бойынша тапсырады. Қандай пәндер тапсыратындығы бұл Қалил Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің сайтында телеграм-чатқа барлығына салған болатынбыз. Немесе сол жерде біздің байланыс телефондарымыз бар, түлектер сол арқылы хабарласып білулеріне болады.
Ал ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырса, кәдімгі мынау биылғы жылғы 11 сыныптар сияқты колледж түлектері де, бұрынғы жылғы мектеп бітіруші түлектері де өздерін толық оқыту нысаны бойынша 5 пәннен ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырып, шектік балл жинап, ары қарай мемлекеттік грантқа немесе ақылы негізге өзінің құжатын рәсімдей алады. Мынау маусым айында өткен ұлттық бірыңғай тестілеуде шектік балл жинай алмай қалған талапкерлер бұл тамыз айында өтетін ұлттық бірыңғай тестілеуіне қатысуға болады. Мынау 11 сыныптың түлектері сияқты біздің колледж түлектеріміз де, бұрынғы мектеп бітіруші түлектер де мобильдік приложение арқылы тіркеуден өтіп, енді бір айта кететін жағдай, бұрынғы жылғы мектеп бітіруші түлектер мен колледж түлектері тестілеуді ақылы түрде өтеді. 2242 теңгені мобильдік приложение арқылы өздерінің телефондарынан төлеп, квитанцияны өтінішке бекітіп, ары қарай толықтай өтініштен өткеннен кейін бізге хабарласып, 11 сыныптың түлектер сияқты рұқсаттаманы күтеді. Енді колледж бітіруші түлектер мемлекеттік грантқа, конкурсқа қатысқан кезде 2 пәннен бұларға 60 сұрақ беріледі. 60 сұрақтан максималды балл 70 балға дейін жинай алады. Яғни өздерінің бейіндік пәндерінен бірнеше дұрыс жауаптар бар, тест тапсырмалары болғандықтан максималды балл 70 балл колледж түлектеріне қысқартылған оқыту нысаны бойынша 2 сабақтан 5 балдан кем болмау керек. Жалпы жиналатын балдың саны 25 балдан асып, сол 25 балдан асқан талапкерлер мемлекеттік гранттың конкурсына өтінішін тапсыра алады. Енді қазіргі таңда біз кешенді тестілеуге әлі де өтініш қабылдау жүргізіп жатырмыз. Мен қазіргі осы жиынға келмес бұрын статистиканы қарадым. Кешенді тестілеуге Атырау облысы бойынша 264 өтініш түсіп отыр. Қазіргі таңда біздің колледждер әлі жұмыстануда. Кейбір талапкерлер ақыларын төлемегеннен кейбіреулер әлі өңделуде тұр. Сондықтан да біз бұл статистика өзгереді деп сенеміз. Жоғары оқу орнына түсем деген талапкерлерден өтініш қабылдауға әлі де 10 мамырға дейін уақыты бар екендігін айта кеткім келіп отыр. Кешенді тестілеу мен бұрынғы жылғы талапкерлер болсын, колледж түлектер болсын, мектеп түлектер болсын, барлығына тестілеудің өткізілу ережесі бірдей. Жаңа 11 сыныпқа айтып өткен ереже, сол 11 сыныптарға тестілеу өткізілетін аудиториялық қордың барлығы осы талапкерлердің бәріне бірдей дерлік пайдаланылады, және де сол талаптардың барлығы, тестілеу барысы барлығы осы ереже бойынша түгелдей өткізілетіндігін айтқым келеді. Енді құрметті талапкерлер, құрметті 11 сынып түлектері, біз сіздерге алдағы ұлттық бірыңғай тестілеуде сәтті тапсырып, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңыздың иесі болуға тілектестігімізді білдіреміз. Сұрақ болған жағдайда, осы эфирде үлгермеген жағдайда АГУ приемный комиссия телеграм чатында немесе asuedu.kz сайтында Атырау мемлекеттік университетінің байланыс телефондары бар, техникалық хатшылардың қабылдауға жауапты адамдардың. Сондықтан да біз сіздерден сол телефондарға хабарласу арқылы толық ақпарат алатындықтарыңызды ескертіп айтқым келеді. Уважаемые выпускники, уважаемые родители, вы знаете, что с 20 апреля по 10 мая по республике идет прием заявлений на участие единого национального тестирования, на участие комплексного тестирования для выпускников текущего года, для выпускников прошлых лет, для выпускников средних технических образований. На сегодняшний день по Атырауской области уже зарегистрировано 4044 заявлений от выпускников текущего года. Мы в тот раз говорили, что в этом году в формате ЕНТ есть некоторые изменения, в том числе мы принимаем заявления в онлайн-формате. На данный момент по Атырауской области уже зарегистрировано 79% выпускников в онлайн-формате. У кого проблемы с документами у родителей, или же те, которые не получали удостоверение личности, и в тех регионах, где интернет не ловит, мы сейчас делаем традиционным методом регистрацию, мы делаем сейчас список тех выпускников, кто не мог зарегистрироваться, и до 10 мая мы успеем зарегистрировать всех желающих участвовать в ЕНТ КТА в этом году. Вы знаете, что ЕНТ проводится 4 раза в год, это в январе, в марте, в июне и в августе. С результатами ЕНТ, которые будут проходить в январе, в марте и в августе, выпускники имеют возможность поступать в наши казахстанские вузы на платной основе. Если выпускник желает участвовать в конкурсе грантов, который выделяет Министерство образования, который выделяет местные исполняющие органы, тогда в обязательном порядке выпускник должен участвовать в ЕНТ, который будет проходить в июне месяце.
После карантина сейчас планируем провести тот ЕНТ, который был перенесен, который должен был проходить в марте месяце. Потом пройдет тестирование, которое сейчас мы принимаем заявление, июнь. Но точную дату мы сообщим позже, после карантина, как только будут готовы пропуски. ЕНТ, в формате ЕНТ особо таких изменений нету. Выпускники сдают по 3 предметам, это обязательные предметы, это история Казахстана, математическая грамотность, чтения, и 2 профилирующих предмета они сдают по тем предметам, которые выбрали по своей специальности, по образовательным программам. Общий 120 вопросов, но выпускники могут набрать до 140 баллов с учетом того, что есть тестовые задания с выбором нескольких правильных ответов. Еще есть творческие специальности. Те выпускники, которые выбрали творческие специальности, они сдают по 2 предметам ЕНТ, это история Казахстана и чтения. Остальные предметы они сдают в виде творческого экзамена в том вузе, где будут они дальше обучаться. Сейчас в Атырауской области есть 8 пунктов проведения единого национального тестирования. Это 7 пунктов в районных центрах на базе школ и 1 пункт в городе Атырау на базе Атырауского государственного университета. На данный момент сейчас идут подготовительные работы по проведению ЕНТ. Все аудитории оснащены техническими средствами, которые требуют правила видеонаблюдения, глушителей телефонных аппаратов и кондиционерами и тому подобное. Сейчас в данный момент идет обновление некоторых технических средств. Во время тестирования мы подключаем онлайн-трансляцию. Родители могут, не выходя из дома, наблюдать за ходом тестирования. Кроме государственной комиссии и кроме представителей министерства, ЕНТ участвуют и специалисты, представители мониторинговых групп и разных организаций. Они все будут наблюдать за ходом тестирования, чтобы тестирование прошло на уровне, чтобы тестирование проходило по требованию, по правилу. Сейчас, кроме приема заявлений, тестирования, которое будет проходить в июне месяце, кроме выпускников текущего года, мы еще сейчас параллельно идет прием заявлений для выпускников колледжей, для выпускников прошлых лет. Они то же самое подают в онлайн-режиме через мобильное приложение, но для них есть одно правило, они должны произвести оплату 2042 тенге. До 10 мая сейчас идет прием заявлений, поэтому если есть желающие поступать на платной основе или на грант поучаствовать, они имеют право подавать на конкурс на участие ЕНТ. Выпускники средних технических учреждений, колледжей, они, если желают поступать на грант, хотят поучаствовать в конкурсе грантов, тогда они участвуют на ЕНТ, на КТА. Если выпускник колледжа желает дальше обучаться на платной основе, они имеют право не участвовать на КТА, просто после получения диплома они подойдут в приемную комиссию и проходит собеседование, дальше высшее учебное заведение зачисляют на платной основе. На сегодняшний день по Атырауской области зарегистрировано на комплексное тестирование 264 абитуриентов. Енді құрметті талапкерлер, кешенді тестілеуге әлі де өтініш қабылдау жүріп жатыр. Қазіргі таңда 10 мамырға дейін өтініш қабылдаудың жүретіндігін біз қосымша хабарлаймыз. Естімеген талапкерлер болса, бұрынғы жылғы мектеп бітіруші түлектер, немесе колледж түлектері мемлекеттік гранттың конкурсына қатысатын болса, немесе басқа білім бағдарламасына оқуға баратын болса, құжаттарын рәсімдеп мобильдік приложение арқылы өтінішін берулеріне болады. 10 мамыр сағат 16:00-ге дейін жергілікті уақыт біз әлі өтінішті қабылдаймыз. Сондықтан да біз талапкерлерге тағы да қосымша хабарлап айтамыз. Атырау мемлекет на сайте Атырауского госуниверситета, телеграм-чат АГУ приемной комиссии, есть контактные телефоны, вы можете связаться с ними, уточнить, как это все будет происходить. Если будут вопросы, ответственные люди вам ответят на все ваши интересующие вопросы. Рахмет.
Айнагүл Байғанинқызы, алаңымызға келіп, толық ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен сізге бірнеше сұрақ келіп түскен екен, соларға назар аударсақ. А какого числа будет проводить НТ, который должен был пройти в марте? Как на него зарегистрироваться? Мы не планировали ранее сдавать НТ и не записывались на мартовские тестирования. Можно ли это сделать сейчас? Вопрос понятно. Но насчет сроков проведения, насчет формата. Насчет сроков проведения мы сообщим это чуть позже, после карантина. Но примерные сроки это в июне, в начале июня, потом в конце июня, в начале июля. В мартовский ЕНТ, к сожалению, этот абитуриент не может подать заявление, потому что уже срок, мы уже приняли заявление, сейчас в данный момент уже все пропуски уже готовы. Но у этого абитуриента есть возможность зарегистрироваться на июньский ЕНТ, потому что до 10 мая мы принимаем заявление. Он может, даже если он поступает на платной основе или на грант, он имеет право участвовать на июньском ЕНТ. В мартовском ЕНТ он никак не может, потому что уже прием заявления на это ЕНТ уже завершилось, и уже давно. Но я вот до этого тоже говорил, еще раз повторяюсь, он может участвовать в июньском ЕНТ, также он может подавать заявление на ЕНТ, который будет проходить в августе месяце. Спасибо за ответ. В каких числах проведут июньские тестирования? Оно пройдет в обычном формате? Будут ли соблюдаться меры предосторожности? Ну, насчет срока мы только что говорили, да, но насчет срока это будет известно после карантина, как будут готовы пропуски. Конечно, все аудитории, все места, где будет проходить ЕНТ, они будут будут отвечать санитарным требованиям. Мы сейчас в данный момент уже ведем подготовительные работы. Сейчас делаем планы, вот в каких аудиториях мы будем проводить, сколько человек будем туда рассаживать. Насчет этого, конечно, будут соблюдаться все гигиенические требования. Для этого сейчас ведутся подготовительные работы, и мы думаем, что это срок пройдет, по срокам вот это все будет, но это насчет сроков чуть позже. Сейчас идет в данный момент прием заявлений на участие. Прием заявления на участие идет в онлайн-формате, а сам тестирование, как будет проходить, в каком формате, это тоже мы сообщим позже, но, скорее всего, это будет проходить в бумажном формате в этом году. Но в будущем планируется ЕНТ проводить в онлайн-формате. Спасибо за ответ. Какой процент составляет новые вопросы в этом году? Каждый год вопросы обновляются, но 70-80% вопросов обновляются тестовые задания, но все тестовые задания, вопросы только будут по образовательным, вот то, что они в школе обучаются по этим специальностям и по этим предметам. Спасибо. Сроки подачи заявок на грант останутся прежними или сдвинутся на позже? Насчет, давайте сперва, наверное, проведем единое национальное тестирование. Как будут сроки проведения, так и будут сроки приема заявлений на грант. После проведения единого национального тестирования мы дополнительно, когда они будут документы сдавать на грант, это дополнительно мы сообщим. Мы, наверное, еще не раз будем проводить такие брифинги, информационно-разъяснительные работы. Если к этому времени мы точно уточним дату, тогда мы обязательно вас об этом оповестим. Спасибо. С учетом соблюдения дистанции процедура проверки абитуриентов может растянуться по времени. Учитывается ли это обстоятельство? Возможно, увеличится количество потоков, а число выпускников в потоке сократится? Вот сейчас в данный момент проводятся подготовительные работы. Мы сейчас рассматриваем несколько вариантов. Вот Министерство образования, сейчас вы, наверное, сами тоже слышали, что сейчас делает планы провести ЕНТ в больших помещениях, которые отвечают требованиям, санитарно-гигиеническим требованиям. Но в данный момент мы тоже рассматриваем все варианты. Мы, скорее всего, будем увеличивать аудиторный фонд и количество поступающих, сдающих тестирование в аудиториях будет меньше, чем раньше. Но сейчас в данный момент все аудитории уже готовы у нас в Атырауском госуниверситете, в пунктах проведения. Все аудитории отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Насчет рассадки, то же самое мы будем сейчас рассматривать этот вопрос, но мы будем обеспечивать безопасность детей. Сейчас в данный момент ведутся все подготовительные работы.
Спасибо за ответ. Құрметті телекөрермендер, Атырау облысы өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында бүгін 2020 жылғы маусым айында өткізілетін ұбт және кешенді тестілеу туралы мәліметтер жөнінде сөз етілген болатын. Алаңымызда болған спикеріміз ұлттық тестілеу орталығы Халид Досмағамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінің филиал басшысы Дүйсекенова Айнагүл Байғанинқызы. Алаңымызға келіп толық ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен тікелей эфирдегі баспасөз мәслихатымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.